Үйге кіре алмадым. Нұрлан Қоянбаев ауылына барып балалық шағы өткен үйді көрсетті. Отандық танымал кинопродюсер Нұрлан Қоянбаев туған ауылына барып балалық шағы өткен үйін көрсетті. Өнер иесі бала Нұрланның армандары туралы сыр шертті. Нұрлан Қоянбаев балалық шағын еске алып, Шиеліге арнайы барып қайтқан. Актер Инстаграмдағы парақшасында видео жариялап, көпшілікке туып өскен үйін көрсетті. Өнер иесі бұл үйдің өзі үшін аса ыстық екенін жасырмады. Сөзінше, дәл осы шаңырақта ол көп армандағанын айтты. Бүгінде сол армандарының көбісі орындалған. Үйге қайта оралған қандай тамаша. Осы үйде дүниеге келдім. Дәл осы үйде бақытты балалық шағым өтті. Бұл үйде кішкентай кезімде саяхаттауды армандайтынмын. Арманым Қызылорданы көру болды. Арманым орындалды. Күллі әлемді көрдім. Бірақ ең құнды орын ол туған үйім. Өкінішке орай үйге кіре алмадым. Өйткені басқа адамдар тұрады. Мүмкін бұл үйге кішкентай арманшыл бала тұратын шығар. Сол кішкентай балаға айтарым: бүгін мен 45-ке келдім. Кеше ғана осы үйді кішкентай бала едім. Уақыт тез өтіп кетті. Адам баласына берілген ең баға жетпес құндылықтардың бірі ол уақыт. Әр адамның еншісіне бұйырған әрі зая кетіре алмайтын жалғыз капитал. Сондықтан да уақытыңды қадірле, ешкімді ештеңе күтпе. Бас, өзіңе сен, арманда, мұхит ас, әлемді көр, күшті өмір сүр, сенің қолыңнан барлығы келеді, деп жазды Қоянбаев. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.